Сіздерге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз ауылдамыз, 20 күнге келгенбіз. Сіздерге осы ауылдағы қызықты өмірді көрсететін боламын, ауыл өмірі жайлы. Мына жерде біздің әкемнің тауықтары мыналар арғы жейді. Соқалдық арбыздардың бәрін жеп тастаған. Бұл жақта енді примерно қанша тауық екенін білмеймін. Жақсы жұмыртқа туады. Енді сезонына қарай қазір кішкене азырақ туып қапты жұмыртқаларды. Бағанағы тауықтар кезінде осындай балапандар болған ғой. Әкемде өзінің инкубаторы бар. Осылай балапандарды шығарып, осылай бағады. Көбінесе жем береді, су, және де мынау тауықтардың қорада тұрған жерін көрсетіп жатырмын. Негізі бізге осы ауылдан часто мамалар Астанада тұрамыз, сол жаққа осы ауылдың жұмыртқаларын бізге салып жібереді. Әрине қаланың және осы үйдің жұмыртқаларын мүлдем салыстыруға келмейді. Сол достар, бізде енді мына жақта тауықтан басқа ешқандай басқа шаруашылық жоқ. Ары қарай мен сіздерге жеңгемнің варенье жасағанын көрсетемін. Қыстың қамын жаз ойла деп, мына жақта жеңгем клубникаларды жуып жатыр. Қазір оларды тазалап варенье жасайтын боламыз, және де өрікті де әкелген болатын. Өрікті қайнатып, банканы енді стилизовать етіп жатыр. Қазір жақсылап бірнеше рет қайнатқаннан кейін банкаларға құямыз. Литр клубника и 8 литр өрік шықты ғой деймін. Мына жерде и компоттар да бар екен. Мынаны әлі жапып, тағы да қайнатамын деп қойып қойды ғой деймін жеңгем. Бұл келесі күн сестренкам грантқа түскен болатын. Соған байланысты үйге қонақтар келетін болды. Енді біз соған дайындалып кеттік. Мына жерде сестренкам мясной салат жасап жатыр. Мамамның тоқашының қамыры ашыпты уже. Ал мен болсам манты жасаймын. Мына жерге пияз турап жатырмын. Әкем мен баламды қарап жатыр. Әркім әйтеуір өз ісімен айналысып жатыр. Қазір енді мен мына пияздарды тураймын. Одан кейін қамырды жаюға кірісетін боламын. Сіңілімнің салаты дайын болып қалдым. Енді қазір майонез қосады, тұз қосады. Сонымен араластырып салатымыз да дайын. Ар жақта мен балам еңбектеп жүр, бір-бірлерді аралап, қиратып. Мына жерде маған мына досточканы оқтауды дайындап беріп жатыр. Клеенкаға
пленканы столдың бетіне жая салайын десем, жоқ, мынаған жайсаң дұрыс болады деп әнім өзінше ойнап жүр. Ал енді мен қазір қамыр жаюға кірісемін. Ауылбайып қой бұл. Сөйлеме қалды. Ана, Тима. Ана қара. О, анда, шатетке қарап. Ну ладно, все, бастаймыз ба, че? Қамырды жайып, кесіп, енді мантыны түзеуді бастайық деп жатырмыз. Маған сіңілім көмектесетін болады. Ары қарай денге мәйтер мамам бәріміз бірге жасап кеттік. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Мына жерде жеңгем куриные наггетстерді қорып жатыр. Қонақта енді бір бөлек тамақ болып тұру үшін өте дәмді алды. Міне дайын болған түрі уже. Сіздерге көрсетіп жатырмын бәрін. Бұл дайын сатып алынған замороженный наггетстер. Жасалған дастархан вроде бы нормально, шүкір. Енді қазір қонақтар келіп жатыр. Сіңліме күшті букет гүл әкелдім. Соны сіздерге көрсетіп жатырмыз. Ау! Yok, üşüp kettim o hayatımda mı? Ne yapıp çıktın sen yerse, ona ben öyle telefondan Бізде көбінесе үш баламдан көп адам бар жерде жақтырмайды, жылай мазасына бастайды. Сондықтан мен кіші ұлымды Темірханды алып
кешкі прогулкаға шығып кеттім. Еще қасымда екі балам да жүгіріп келді. Сонымен біз мына жақта сіздерге қазір көшені көрсетіп жатырмын. Даладамыз. Мынау мен әкешім үйі. Көршілердің көбісі бұрынғы отыратын кісілер, жаңа кісілер азақ. Бұл бізде Мерке деген жер. Естіген боларсыздар. Киелі Мерке, Мерейлі Мерке деп. Машинаны байландар. Мама, саған Мына жерде біз уже ұйықтайық деп жатырмыз. Осындай күшті светильник бар екен. Он придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным деген. Осылай біз ұйқыға жаттық. Мына жерде ыдыс-аяқтарды айнадай қылып жуды. Одан кейін қазір сіздерге нені көрсетемін. Сестренкаларымның комнатасын. Өте ұнайды. Мына жерде үйдегі жеңгемнің гүлдері. Барлық гүлдер өте әдемі. Красота просто. Мына жерде қыздардың бөлмесі. Күшті светильник, обойда күшті. Ұнайды. Енді мына жақта бізде екінші сестренкамның шкафы, және де ол кітапты оқыған жақсы көреді. Мына жерде асқара енді коллекция кітаптар бар. Витаминдері. Мына сіздерге бізге Маме, видеома дайындық қой. Мынандай подарок берді деп айтып отырмын. Балама комбинезон, қозын, қолғызға. Білмеймін. Күшті, рахмет. Өте ұнады. Одан кейін Темірхан балаға да футболка, шортик, качестволары да өте жақсы. Өте тамаша. Одан кейін Мейірім қызыма розовый пинк шортик и футболочка. Прям жазға керемет енді. Ыстықтатпайтын материал. Сапасы жоғары деңгейде. Енді біз ауылға келген сайын бізге подарктар постоянно береді. Бізде енді беруге тырысамыз. Одан кейін абысындар да енді. Мамам да әйтеуір өз нелерін дайындап қояды. Подарктарын жинап. Астанаға келген сайын да әйтеуір барлық бер жүреді. Әйтеуір рахмет. Алғысымыз зор. Мен түсіретін кольцевая лампам, бұны да подарить етті маған етегілер. Ағым мен жеңгем, мына мен мамам маған әйтеуір жинап қойған бутылочка детская, мына заттар. Таппер деген фирманікі, походу. Сок. Таппер екен. Короче, сок не қылатын еді ғой. Мынаның ішіне мысалы лимон, мандарин. Адам мысалы тілімдерін салып қойып, мына су құйып қойып, солай ішеді. В общем, маған мамам осылай жинақ қояды. В общем. Мына жерде мамам Мейірім қызға жеңгемдер осындай рюкзак алып кепті. Соны тағып қысқартып жатқан жайымыз. Керемет. Қайсы тауықтар? Кукареку. Арбуз жейді екен. Кукареку. Қашып баратыр. Қайға қашты? Бізден қорқып кетті ма?
Достар, рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Видео ұнаса комментарий жазып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді бүгінге осы барынша сіздерге ұнады деген ойдамын. Ауыл өмірі жайлы қызықты видео. Енді алдағы уақытта тағы да жақсы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.